Ал қыздар, енді бүгін мынау нелерді, үкілерді тоқуды үйренеміз. Үкілерді. Мен енді мынандай алдын ала дайындап қойдым. 12 қатар резинка, 2 теріс, және 5 қатар, оң жағында 2 жолақ, теріс жағында 3 жолақ болды менде. 5 қатар тағы да бірыңғай 10 тоқыдым. Енді мына жерден нені бастаймыз, үкілерді. Ал қыздар, енді үкімізді шығарамыз. Мына үкіміздің біз 3 қатар тоқып алдық. Енді мына оң жағына келген кезде, мына оң жағында тұрмыз. Оң жағына келген кезде бізде мына жақтан денесі үкін, енді мына аяғын шығаруымыз керек. Аяғын шығару үшін біз 3 үшеуден мына ілмектерді айқастырамыз. Мына жаққа қарасаңыз, мынау 3 ілмек, мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек мынаның үстіне шығу керек. Ол үшін біз алдыңғы үшеуін қосымша спицияға аламыз. Сөйтіп, бірінші үшеуін тоқып аламыз. 1, 2, 3. Енді бұлай тәжірибелі тоқымашы қыздар болатын болса, олар бітіп суретіне қарап та тоқи береді. Мен мысалы үшін өзім түрік келіншектердің, түрік қыздардың тоқымаларының суретіне қарап тоқыдым. Ешқандай описание ешнәрсе қараған жоқпын. Схемада ештеңе керек болған жоқ маған. Мен түріне қарап тоқи бердім. Сонда дәрежеге жетесіздер, егер де көп тоқитын болсаңыздар. Мына енді мына үшеуі бұлай қарай тағы үстіне шығу керек қой. Бұл үшеуінен бер қарай алып аламыз. Сосын мына үшеуін тоқимыз. Енді мына үшеуін тоқуға керек. Осы спицияда тұрған жерінен тоқимын. Негізі бұл құралды жаңадан қолданып жүремін. Мен онша маған ыңғайсыз болып жатыр. Мен әдетте кәдімгі алдына қоя салып тоқи беретінмін. Кейін круговой тоқығасын қажет болды маған мына спиция, сосын алып алдым. Мен болмаса болмайды екен, оның үстіне тоқымаларымды саны көбейіп кетті. Енді қараңыздар, дұрыс жасадым ба мен? Дұрыс жасадым мен. Енді бұлай қарай, мен жолақтармен есептен ыңғайлы. Қараңыздар, біреу кетті ма? 1, 2, 3, 4, 5 жолақ. 5 жолақ бізде 10 қатар, артқымен қосып алған кезде 11 қатар болып, сол денесін тоқып аласыздар. Одан кейін ол өткеннен кейін, тағы да мына неге келгеннен кейін, 11 қатар тоқып болғаннан кейін, тағы да тура осы сияқты қып айқастырасыз. Енді басы шығады үкімнен. Одан кейін мына жақта менде 3 жолақ деген 6 қатар. 6 қатардан кейін тағы да айқастырасыз. Мына уже мына несі шығады. Бас жағын, үстіңгі жағы шығады. Не қасы дейміз бе, не сонысы шығады. енді мен мынау тағы да нені айтпадым сіздерге. Қазір арқасына, арт жағына келгенде бір затты айтам. Одан кейін ең соңында мына жақта тағы да не жасаймыз, соны айтып кетемін. Бір қосумен, мына жерде бір қосу болады бізде. Енді мына жерге келгенде қысқарту болады. Өйткені егер де дәл осылай тоқып кете берсек, жіп қоспай, азайтпай, көбейтпей, онда бізде мына жер тырысып қалады да. Ал мына жаққа келген кезде керісінше бүйтіп неғып кетеді. Мына жағы шығып кетеді, жоғары жағы. Менде сондай болған. Сол үшін мен осындай бір фишка тауып алдым. Мына жерге келген кезде мына айқастырдық қой қазір оң жағынан, Енді теріс жағынан осы денесінің түбінен, екі шетінен жіп қосып алам. Екі жағынан екі ілмек. Мынау бітіріп жатқан кезде, аяқтап жатқан кезде теріс жағына мен сол екі ілмекті азайтып жіберем. Сонда мына жақта бізде ешқандай өзгеріссіз болады. Қазір мына жағын көрсетіп алайын, арт жағын мен не істегенімді. Мынау уже несі, денесі ғой, мына жақтан іліп алып, накид жасамаймын, кәдімгі жіптің өзінен, орысша из протяжки дейді ғой. Іліп алып, мына шетінен, бергі шетінен, 12 ілмекті тоқып аламын. Өйткені сен қыздар білетін шығарсыздар, косичка узоры ол тоқыманы тарылтады.
Мына енді мына жерден тағы да осылай қосып алдым. Енді мынау несіне басына келгенше, мына жерін аяқтағанша осы былай қосылып тұра береді, тоқыла береді бірге. Кейін мына жаққа келген кезде сол екі жіпті, екі ілмекті бүлдіртпей азайта жібереміз. Қалай жасайтын мынау үкімді тоқып болғаннан кейін көрсетемін сіздерге. Ал қыздар, енді мына үкіні тоқып алдық. Мен айттым, бағана мына жақтан 5 жолақ, яғни 10 қатар, басына 6 қатар, яғни мынада 3 жолақ болғаннан кейін айқастырамыз. Бағана мына жерде көрсеткендей. Қайта-қайта может одно и то же көрсетпей ақ қойын, түсінікті деп ойлаймын. Енді оң жағын тоқып алдық. Енді бағана екі шетінен қосылған жіп бар ғой бізде, екі ілмек. Соны қалай қысқартамын мен өзімдікін көрсетейін. Не үшін қосып қысқартатынын түсіндірдім. Кейін мысал үшін мына жақтан да үкі шығарғыларыңыз келсе, онда дәл солай жасайсыздар. Сосын ортасына, екі ортасына мен 12 ілмек қалдырдым. Неге? Мына жаққа келгенде шахматный болып түссін деп. Сіздер өздеріңіз білесіздер, үкілеріңіз қалай қоясыздар. Біреуін қоясыз ба мына жерде үлкен қылып, жоқ осылай үшеу қоясыз ба, өздеріңіз білесіздер. Мен сізге главное мына жерде принцип түсіндірдім. Енді мынаны қазір теріс жағына мен не жасаймын, қалай бағанағы екі жіпті қысқартамын, соны көрсетіп кетейін. Мынау менде артық болып тұр. Бұны мен тоқи берем. Бұны бұл жерден қысқартпаймын мен. Бұл тоқыла береді. Бағана қосылған ілмекше. Енді мынау 1, 2, үшеуін теріс қып тоқып аламын. Үшеуін теріс қып тоқып аламын. Мына үшеуі ғой. Сәл бүйтіп шығып тұрады да, несі қастар сияқты. Енді ортасын көріп тұрсыздар, бұл жерде теріс болып түскен. Өйткені мен бұл жақтан, теріс жақтан оны оң қып тоқимын. Қалай тоқимын? Мен мынаны біреу қып тоқып аламын, оң қылып. Екіншісін былай қарай, осылай тоқсаңыз болады, былай тоқсаңыз болады. Ғана бір-біріне қарап тұру керек та, елі қарама қарсы. Былай тоқи салайын, былай. Енді мынаны теріс қарап, мына жағына қарай. Екеуін көрдіңіз ба? За передней стенки дейді, за задней стенки. Мына, тағы да көрсетіп жүрейін. Сол жақтан оң жаққа қарай жасадым. Мына оң жақтан сол жаққа қарай артқы қабырғасынан қысқарттым, болды. Мынау бағана екі шетінен қосылған екі петлямыз, біздің екі ілмегіміз қысқарды. Тағы біреу тоқимыз. Сонда ортада бізде мына жақта ортада 6 болу керек еді. 6 ілмек болу керек. 6 ілмектің орнына 4 ілмек пайда болды, қысқарту болғасын. Сосын мына жерде құлағы дейміз ба, қасы дейміз ба, басында тұрған, соған үшеу оң қып тоқимыз. Мына оң жағына оң етіп түсу үшін. Мына осындай болды. Болды, ары қарай тоқып кете бересіздер. Мына қолтығына дейін. Сосын қолтығын тағы да мынау арқа жағынан біз неше қатар тоқыдыңыз, соны есептеп алдыңыз ғой. Дәл солай қып қысқарта бересіз. Тек мына жерде қысқартқан жерінде менің алдымда видеода көрсеткен оң емес, теріс қып жасасаңыз, осындай әдемі жолақ болып түседі. Сәл менің камерам дұрыс болмай жатыр, полностью көрсетейін десем, еш жасай алмадым. Енді суретін көргестер ғой, негізі білесіздер, бұны инстаграмда да тұр. Содан соң, мына неге келгеннен кейін, мен мына жерде неше қатар, мына 5 қысқарту біткесін мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 жолақтан кейін мен қысқартыппын. Алдында арқасын қалай қысқарттым, дәл солай қысқарттым мына теріс жағынан. Одан кейін мынау жолақ кете береді мына шетіндегі. Мына жақтан убавление жасадым. Бірденен мынау сияқты 4 бұрыш қып жабасаған жоқпын. Бұл жерде мына жағынан қысқарту жасадым. Соңында мына жерде тағы да 12 ілмек қалды менде. Мына жағынан да 12, мына жағынан да 12. Енді менің мына горловинамның биіктігі қанша болды? 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 12, 13 қатардай болыпты. 13, 14 қатар қалып алсаңыз, мына баланың мойнына қатты былай түсіп те кетпейді, тақалып та тұрмайды. Одан кейін мына жағын, мына жоғары жағын алған кезде де бұл жерде мына 1, 2, 3,
Так, тура осы сияқты қылып аласыз да. Сөйтіп мына төбе жағына түймені қадап қоямын. Былай болып тұрады, екеуі бірдей болып. Екі иық. Қыздар, егерде қосымша тағы осы жерін түсіндіріңіз десеңіз түсіндірейін. Болмаса мен лишний көп видеоны көбейтіп, мыжып, миларыңызды ашқым келмейді. Міне осылай әдемі жилеточка шығады. Бұның ең маған ұнайтын жері тек мына екі шетінен ғана тігіс түседі. Мына иығын тігем, болды. Басқа ешқандай не жоқ. Кейін тігіс жасап, петляларын жасырған кезде тағы да бір қысқа видео шығарып жіберейін.